Иә, міне осылай. Америкада бірінші рет болайын деп жатырмын, ал Чикагода екінші рет. Қалжың ғой. Жалпы Америкада болу, ол жерді көру кез келген адамның арманы ғой. Сол арманды марафонмен үйлестірмекшімін. Яғни 8 қазан 2023 жылы әлемге әйгілі ауқымды марафондардың бірі Чикаголық марафонға қатысамын. Чикаго өзені Мичиган көлінің жағалауында 50 мыңнан астам адам өткен жылдары жүгірген болатын. Оған себеп әлемдік 6 ауқымды марафонға қатысып ортасындағы анау тұрған үлкен медальді алу. Енді биылдан бері Сидней қаласы қосылып 7 мейджорге айналды. Алла денсаулығымызды мықты етсін, арманымызға жете берейік. Инстаграм парақшамдағы стористерді үзбей қарап отырыңыздар. Себебі біз марафоннан соң Ниагара сарқырамасы, Нью-Йорк және Катарда саяхаттаймыз.